Құрметті достар, бүгін біздің ең алғашқы жобамыз кеңістіктің алғашқы шығарылымы. Жалпы кеңістік деген атау түрлі мағынаға ие. Біз осы оқырманның, көрерменнің басындағы, миындағы түрлі кеңістіктерді ашқымыз келеді және де әртүрлі тақырыптағы оқиғаларды, әңгімелерді өрбітетін боламыз. Ал дәл бүгінгі шығарылым қазақтың супер қаһарманы Мұхтар Шаханов атамыздың рухына бағыштап отырмыз. Бүгінгі біздің алғашқы қонағымыз біздің кеңістік атты жобамыздың бисмиллясын бастайтын жайдарманшы, актер, сценарист, қазіргі таңдағы қазаққа үлкен пайдасын тигізіп жүрген үлкен жобалардың бірі кітапхан жобасының белді мүшесі, резиденті Хамит Ердехан. Қалай келдіңіз аға? Өміріңізде не жаңалық? Машинамен келдік қой. Осындай жерлерге келсем біліп атамай тұр өзінің кім екенін. Қаншалықты қалай. Бүгін бірінші сәнім аянда. Бүгін бірінші ең алғашқы шығарылым. Кеңістік. Кеңістік. Жақсы. Жалпы кеңістік дегенді қоюдағы мақсатымыз атауды. Адамдардың ойында бір жеке бір кеңістік қалыптастыру, бір кеңістік ашып беру, жаңа бір кеңістік ашып беру деген мағына біріншісі. Бөлек па? Бөлек. Екінші мағынасы. Кеңістігінен бөлек. Мен басқаша ойлаймын. Мұхтар ағамызға арнаймыз деп қалдың ба бүгінгіден? Мұхтар ағамызға арнаймыз. Мен осындай нәрсені неғылмаймын ша? Мұхтар ағамызға арнаймыз деп. Неге Мұхтар ағамызға арнаймыз біз? Бірақ бағдарламаны міне бізді мысалы кітапхан ашылғалы мен Мұхтар ағамның мен жалпы өз-өзін танығалы Мұхтар ағам өлеңдерін мен жанымда жүреді. Жігерлендіру бар, жаңа ғұмырым сан үміттен тұрады. Барлық өлеңдері менің жан сүзгімнен өтіп жатады. Менің кәдімгі күніге қамшылап, күніге тәрбиелейді. Сол үшін анау белгілі бір мен Мұхтар атамның өлеңін ол белгілі бір бағдарламаның ғана тақырыбы болуына мен қанбайды екенмін. Білмеймін, басқаларын қалай қабылдайсыздар, қалай аласыздар. Неде айтады ғой? Келіп жатыр, кетіп жатыр дарындар. Қара бұлттай. Айтшы ары қарай. Білетін сияқты қосылып ғой. Қара бұлттай тұман басты бөлмені. Адамзаттың алғыр ұлы Лев Толстой жатыр еді өлгелі, әйелге қолын сүйіп жылады. Тежей алмай мінезімнің тасырын, өсімменен өтті жарты ғасырым. Осыда айтады ортасында қайда сол бір көңіл сырын көзден ұғар нәзіктік, үш өлшем бар: биіктік, тереңдік, кеңдік, яки жазықтық. Жаңа айтып отқан кеңдік или қасынан тағы бөлек кеңістік. Кеңістік жақсы нәрсе ғой. Біз жалпы бұл шығарылымды ғана емес, жаңағы атап өткендей, қазақтың қаһармандарын дәріптеу мақсатында да бұл жобалар ашылды. Өйткені қазіргі мектеп жасындағы балалардың барлығы, тіпті өзіміздің замандастар, сіздің замандастарыңыздың көбі шетелдің кейіпкерлерін көріп өсті. Оларға тіпті енді еліктеп өспесе де, оны бойына сіңіріп өсірді. Мына біздегі Мұхтар атамыздың енді көп жастарға деп айтып жатыр, Мұхтар атамыздың болсын, Бауыржан Момышұлы атамыздың батырлығы болсын, олардың маркетингі қазақ даласында өте аз жүріп қалды. Сондықтан жастардың барлығы қазір басқа персонаждарды қарап өседі, қарайды, соларға еліктейді. Ал біздегі мақсат сол қазақтың супер қаһармандарын бір дәріптеп, бір күшті деңгейде жеткізу болатын. Жалпы осындай жобалар. Бүгінгі супер қаһарманымыз кімсіз? Мұхтар Шаханов. Мұхтар Шаханов. Жалпы енді алғашқы сұрақты қояйық, оқырмандарға да, көрермендерге де қызық деп ойлаймын. Сұрақ қоймай тұрып, өзіңіздің өміріңізде қандай жаңалықтар болып жатыр? Қашан келдіңіз Алматы қаласына? Қандай жобалар болып жатыр? Бір жаңалықтармен бастасақ. Түсірілімдер, киноларға түсіп жүр екенсіз. Білмеймін ғой, енді бір үлкен жаңалық жасадық деп бөрікті аспанға лақтыратындай ешқандай неміз жоқ. Жақында Ташкентке барып, Бұхараға барып кино түсіріп қойдық. Енді Алла қаласа комедия жанрында, енді иншалла ертең күзді күні бүкіл экрандарға шығады. Гүл әпшеміздің фильмі. Басқа қандай жаңалық керек тағы?
детально қойсаңыздар сұрақты. Мен сізді ойладым негізі, Жетісайда тұратын шығар, жетісайлық болғаннан кейін. Мен Шымкентте тұратын шығар деп. Алматыда 2005-тен бері көшіп келдім дегеннен кейін Анау таңғалып қалдым. Шымберген Сүлейменов ағамыздың айтқанындай ғой, ауылдан адам көшкенмен, адамдан ауыл көшпейді деп. Қаншалықты дәрежеде бүкіл ауылдан кеткен адамдардың барлығы айтады бұны. Ол жаныңнан бәрібір кешегі сәттерді сұрап тұрады. Ол негізгі болмыс, негізгі қағида. Бірақ қаншалықты дәрежеде ол шынайы көрініс табады махаббаттан. Мысалы, мен өзім 2005-те оқуды бітірдім, Астанада оқуға түстім. Астанада 2007-ге дейін Астанада болдым. 2005-тен 3 жылдай Астанада болдым. Одан кейін 2008-де осы Алматыға келдім. Алматыға содан бері келгелі, 2008-ден бері осындамын Алматыдамын. Маған анау той жүргіземіз ғой. Тойға шыққан кезде де мен Жетісайдан келеді деп ойлайды жұрттар. Білмеймін, мен қайда жүрсем де өзгеріп кете алмадым. Әйтпесе қаншама өзім нелерді көрдім ше. Ауылға барған кезде де бір қаладан келгенін көрсеткісі келіп жүретіндерді көрдік. Сол кездер біздің кезімізде де қатты болды ол. Қалаға барып оқуға түсіп, бір басқаша ақ шалбар киіп ше, ақ шалбар киіп, басқаша футболкалар, оранжевый тырысып қалған футболкалар енді шығып жатқан кездер еді. Сондай киіп келіп, шашты өсіріп тастаймыз. Қалай өсіру керек екенін білмейміз, бірақ өсіріп тастаймыз. Оны сәл филировка жасап не қылу керек қой, негізінше полный өсіретінбіз біз. Сондай кездерде өзгешеліктер болды. Енді ол балалық шақта, жастық леп, ол жақсы нәрсе болады бәрібір. Ол нәрсе, ол этаптан өтесің, ол жерде тұрып, ешкім ой, мен мұндай емеспін дейтін ешқандай емес. Енді қазір ғой енді айтып отқанымыз. Негізі мына ауылдан қалаға келіп, қаланың адам болып кете алмадым. Қаланың адам болып кете алмадым. Қашанда жүрсем де, білмеймін, жаңағы Шерхан Мұртаза атамыз, мен ұйықтасам түсімде балалық шағымды көрем деген сияқты, мен ұйықтамаймыз. Жай мына өмірде бір сәт тынышталып, бір қиялданып кететін кездер болады ғой, телефоннан тыс, кітаптан тыс. Сол кездерде мен ауылға кетіп қала беремін. Баяғы өзім сиыр бағып жүрген жерлеріме кетіп қала беремін. Сол, білмеймін, сол қиялдармен алып кетіп қала береді. Сол бізге енді кішігірім ұят сияқты көрінеді ғой. Ауылдың бір стилімен қағып кету. Қалада жүрген екен, қалалық стильмен киінгің келеді. Или біз әлсізбіз ба, айналамыз бізге қатты әсер етіп қоя ма? Жоқ, мен түсінігімде ондай емес болды. Меніңше адамнан артықшылығы, Шәкәрім Құдайбердіұлы айтқандай ғой, адаммен білімімен, мінезімен ғана артық тұрады деп. Мен сыртқы көрініс, атақ, танымалдылық деген нәрсе, танымалдылыққа кім жетпей жатыр қазір? Кім жетпей жатыр? Біздер жұрт таниды екен деп, қазір қалай танылып жатыр? Көп қазір, жұлдыздар көп. Барлығы елдің алдында жүрді, елдің алдында жүруге лайық болған адамдар кейде сәл түсінбей қалып жатады. Мен бекерден бұл жерде жүрген жоқпын ғой, демек осындай күштімін деген сияқты, жан жақтан қараған кезде. Танымалдылық деген нәрсеге мен өз басым қатты бүйтіп таңырқап таңғала қоймаймын. Ол бір. Одан кейін жаңағы сыртқы көрініс, киіну болсын, жүру болсын, тұру болсын, сөйлеу болсын. Не жағын кейін ғой барлығы адамның шынайылығы. Шынайылық деген нәрсені де ауызбен айта саламыз ғой. Әйтпесе қаншама жерде жүрдік, қаншама ортада жүрдік, әсер етпей қоймайды. Танымалдылық, мансап бірдеңе деген нәрсе адам баласына әсер етпей қоймайды. Қаншама кітаптардан оқып, неше түрлі жаңағы анау кейіпкерлердің өзгеруі, неше түрлі кейіпкерлердің, Ілияс Есенберлиннің жаңағы кім жайындағы Айқас деген романында осы Қаныш Сәтбаев сол кезде анау өзінің досына келіп тұрып, өтірік мас болып келіп жағасынан алатыны бар. Жаңағы былай ғой оқиғада анау өзі бұрын жұмыс жасап тұрады, сол орнынан түсіп, орнына жаңағы досы келіп өзінен
жоғарырақ болып кетеді да мансап. Сөйтіп ана өзгереді. Костюм, креслоның адамы болып кетеді, галстуктың, ақ көйлектің адамы болып кетеді. Сөйтіп бір сондай бір банкетте бірдеңеде осы өтірік мас болып тұрып жағасынан алып айтатыны бар. Сен жаңа адам өлтірдің, сен қаншерсің деп. Сен ана маған жала жауып жатсың деген кезде, анау айтады, жоқ, сен адам өлтірдің. Кімді өлтірдің мен деген кезде, ананың өзін айтады сен. Жаңағы мен есім кім сен? Ердос. Ердос. Мен осында Ердос деген осындан пәленше жыл алдында досым бар еді, сен сол досымды өлтірдің мен деп. Сол сияқты кітаптағы кейіпкерлер, кітаптағы тағдыр өмірден де көре береді екенсің ғой барлығын. Сондай сәттерде қаншалықты негізгі болмыстан жаңағы шалбарынан бекем ұстайсың, берік ұстайсың, соған сай көре береді екенсің. В общем, қазір мен айтсам сендер түсінбейсіңдер көп нәрсені. Мен тез жауап бере салайыншы деп жатырмын да сенің сұрағыңа. Сол әйтеуір ауылдан кетсек те, қалада жүре беремін. Менің жүріс тұрысым, көзге көрінетін өсімім менің қаладағы адамдармен бірдей жүзеге аса береді. Мен қазір ешқандай қалалықтан кем киінбеймін, кем тамақ жемеймін, кем машинада жүрмеймін, мен бәрімен бірдей сатыда жүремін. Бірақ менің жан дүниемде мен кем деп ойламаймын ешкімнен. Дей тұра мен бәрібір сол ауылдың жаңағы Қадыр Мырзалиев айтқандай жоқ ана кім Ұлықбек Есдәулеттікі ғой. Сол анау бастап келеді да баяғыда ауылда жүріп, тайда жүріп, таймен жүріп, сол таймен қалың оттың арасына құлаған кезде шүпірлеп сол жерде шымшықтар ұшатын деп. Сонымен бастап алып келеді да ең ақырында айтады, сол қазір қайтадан тайдан құлап, сол шүпірлеген шымшықтардың арасынан тұра алмай сол жерде қалсам екен деп. Мен қайтып тұрып, бүйтіп есейіп кетпей сол жерде бала болып қалсам екен ауылымда деген сияқты. Ол бөлек нәрсе, бөлек махаббат. Оны мен айтып жеткізе алмайтындай шығармын. Қарапайымдылық, шынайылық, қалада тұрдың не ауылға тұрдың не негізі шынымен адамның болмысы жаңа бір мекенге байланбайды екен. Бір мекенге байланысты емес. Жалпы енді бүгін бізді қолдап келгеніңізге де алдымен ұшан-теңіз алғысымызды айтамыз. Бүгінге енді подкастымыз Мұхтар атамызға арналып жатыр деп жатырмыз. Менің өзімнің үлгі тұтқан қазақ даласындағы тарихтағы қалған адам осы Мұхтар атамыз болды. Сол атамыздың бір рухын, бір мінезін жұқтырып алғымыз келеді қазақ болғаннан кейін. Ал енді осы тарихта бізде қаншама адамдар өтті, Керей мен Жәнібектен бастап осы уақытқа дейін тарихта талай мықты тұлғалар болды. Қазағым, елім, жерім деген. Сол бір тұлғалардың ішінен өзіңіз бір ауыз толтырып айтарлықтай бір үлгі еткен кісі кім болды? Ауыз толтырып айтатын болсам, аузым толып кетеді қазір мен. Ұртым жарылып. Енді білмеймін, мен өзім оқыған кітаптардан ғана, соған ғана сол өзімнің оқыған кітаптарымнан өзімнің қиялыммен бейнелеген образдарды ғана танимын мен. Мен олы қазір мен тұрып мен айтамаймын, Қабанбай ондай болмаған, Қабанбай мынандай болған деп. Қабанбай ол бүйтіп соғысқан, Қабанбай 100 шақты адамды үйткен, бүйткен деп. Білесіздер ма, осы біздің ата-бабаларымызды осылай ұлықтау, мақтау, біздің анау неде соғыста Кенесары бір өзі Көкшетауға қаруға қарсы зеңбірекпен шапқан деп, адамды ұлықтап қоямыз ғой. Шындығында ол зиян тигізіп қоюымыз мүмкін екен ата-бабамызға. Ана жақта сұрақтар болады, сен соған лайықсың ба деген сияқты. Ол ақиқат, осы ақиқаттарды білуіміз керек. Сондықтан да біздің жаңағы білімділер. Менің түсінігімде білімді деген сөз мүлдем басқаша. Білім жаңағы барлық жерде айтып жүретін нәрсем, біздің кешегі кеңес Совет одағы келген кездегі қол жеткізген олардың жеңісі, біздің жеңілісіміз. Жаңа Ыбырай Алтынсариннің келіп балалар оқулықтың алдындағы бір Аллаға сыйынып деген тексті алып тастауы олардың жеңісі. Біздің жеңілісіміз де сол жерде. Ол тек қана кітаптан сызып тастау емес, сол жалпы біздің болмысымыздан, біздің тарихымыздан, біздің қанымыздан, біздің жүрегімізден сызып тастауында еді. Сол нәрсеге біз қайтадан оралуымыз керек. Рухани жаңғыру деген нәрсе сол. Бірінші айтатын сөзіміз жаңағы бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқулық, осылай басталса істің басы. Сол кезде біз жаңағы ата-бабамызға деген көзқарасымыз мүлдем өзгереді. Дұрысынан кәдімгі зиян тиіп кетпесе екен, қайта соларға дұға жасап, сондай көзі ашық оқыған ұрпақ болып, солар
соларға ертең менің артымнан соның артынан біздің ризашылық дұғамыз барып тұрса екен, міне сенің кешегі ұрпағыңнан дұғалар келіп жатыр, бұлар қай жақтан келіп жатыр деген сұрақтар болады екен ғой. Мына жақсылықтар қай жақтан келіп жатыр деген кезде айтады екен, осындай сенің сыртыңнан дұға жасаған нақтағы үрім-бұтағың, бала-шағаң, перзентің солардан келіп жатқан дұға. Ақиқат, қай кезде ақиқаттың көзі ашылады, сол кезде біз негізгі қазақ қалпына келеміз. Иә, біз солай болу керекпіз. Біз қазақтар солай болу керекпіз. Біздің жанымыздың тазалығы, жүрегіміздің тазалығы тікелей өзіміздің Раббымызбен қатысты болып тұру керек. Біздің кәдімгі негізіміз сода. Біздің қазақ дегенде бізге мұсылман деген, қазақ пен мұсылманды бөліп жарған мен кезін өзім оқымаған екенмін кітапта. Барлығында әйтеуір намазын оқып жатқан кезінде деген бір текстін көріп қаламын ішінен. Ана Ұлпанның неде де Есеней келіп намаз оқыған кезде Ұлпан 4 жасар қыз еді, үстіне сәждеге барған кезде үстіне шығып алып тұрып ойнайтын дейді. Мысалы қандай ғибрат кешегі жазылған кітаптар. Қарап отырсаң 5 уақыт намаздармен есептейді барлығын. 5-інің уақытысында деп басталады жаңағы. Күн көтеріле сәске болады, ненің уақытысында деп жаңағы, 2-нің уақытысында деп. Құптан намазының уақытысында солай келеді. Біздің мақалдарымыздың барлығы сол, мысалы, жаңағы ас иесімен тәтті деп. Ас иесімен тәтті деген бір сен тамақ істеп, оны сенің қасыңды көзің бақырайт қойып тұрып, жегеннен ол тамақ тәтті болып кетпейді. Ас иесімен тәтті деген жаңағы Раббыңды есіңе ал, бисмиллах деп баста деп тұр ғой. Біздің ата-бабамыз соны әдемілеп, тапсірлеп, соны келтіріп тұр ғой. Осындай нәрсемен көзіміз ашылмайынша біз жүре береміз мақтанып. Біздің Қабанбайымыз біткен, Бауыржан Момышұлы атамыз генерал болған, біткен деп сыртынан мақтап. Сол үшін де біз ата-бабамызбен мақтанамыз. Қай кезде өзіміз лайық болған кезде, өзіміз соған қарай жүре бастаған кезде, андай қиянат жасамауымыз керек. Жаңағы өзің су ішкен құдыққа түкірме дейді ғой. Біздің құдығымыз солардай мөлдір тұнық болатын болса, демек біз сол тұнықтықты ары қарай сақтауымыз керек та. Солай енді қазір әркімнің сан тарапқа нелері бар, түйсігі бар, түсінігі бар, талдаулары бар. Бірақ менің ойымда осылай. Мен өзім осылай ойлаймын. Мысалы біз қаншалықты ол кісілерді жақсы көрсек, осы елімізге қызмет жасаған, жерімізге қызмет жасаған, осы біздің қазір өркендеп осындай кең жазиралы елде еркін көсіліп жатуымызға себепші болған біздің осы елдің қамын ойлаған ата-бабаларымызға біз қаншалықты дәрежеде разы болып жатырмыз. Қаншалықты дәрежеде оларға дұрыс кәдімгі алғысымызды айтып жатырмыз. Кәдімгідей дұға жасап, Алладан кешірім тілеп, оларға кәдімгі сауабы баратындай істер жасасақ, сол жақсы. Сол өте жақсы, ол дұрыс нәрсе, негізі дұрыс нәрсе. Отырып алып мақтана берсек, ол біріншіден бізді де өлтіреді, бізге де ешқандай пайдасы жоқ. Екіншіден, ана жаққа да сол айтып атқан ата-бабаларыңа да пайдасы жоқ, зиян тиеді деп қана. Осы нәрсені неғылымыз керек. Ал енді жаңа сенің супермен деп айтатын болсақ, мен де көп, мысалы мен Зейтін Ақышевтың «Жаяу мұса» деген романындағы «Жаяу мұсаға» мен риза болдым. Мен бұл жерде не үшін риза болдым? Ой, «Жаяу мұса» сондай болған үшін емес. «Жаяу мұсаны» сомдаған образдан мен өзіме алатын қасиеттер көп екен. Болады екен. Мысалы мен Қабанбайды мен қолбасшысы болған үшін жақсы көрмеймін. Мен ана Қабдеш Жұмаділовтің 2 томдық «Дарабоз» деген романын оқыған кезде Қабанбайдың кең дархан табиғатымен мен өзіме алатын тұстар өте көп екен. Қазақ азаматы солай жақсы көрсе ата-бабалар, мені жақсы қасиеттерін алып. Мысалы Қабанбайды інілері қандай қатты жақсы көрді, ол інілерін қандай қатты жақсы көрді. Бір-бірінің арасында сондай бір қазақы дархан махаббат тұрды. Бір-біріне кәдімгі сондай бір білмеймін, қазіргі енді біздің әскери бөлімнелерімізде қаншалықты қандай тәртіп болып жатқанын, бірақ мен көрген Дарабоздың ішінде біздің Аламан, қазіргі армия ғой, Аламан деген болды. Ол жерде Қабанбай өзі генерал ғой, енді сол кезде қазіргі тілмен айтқанда арлап шығады екен.
кәдімгідей арлап шығады екен дағына, бүйтіп көзіне түскендерді бүйтіп оларды жекпе-жектерге шығарады екен, күрестіреді екен, жеңіліп қалғандардың бүйтіп мұңайып тұрғандарын көрсе шақырып алып сөйлеседі екен. Сөйтіп шақырып сөйлеседі екен да, ал сол жердің қолбасшысы кім, оны да шақырып алып сөйлеседі екен. Мына бала неге меселі қайтып тұр, неге тұнжырап тұр, неге ұнжырғысы түсіп тұр, неге олай? Балдарды көп қыса берме. Жігіттер азаттықты сезінсін, жігіттер еркіндікті сезінсін, жігіттер кеңістікті сезінсін, жаңа сендер айтып отқан. Сонда ғана ол сол азаттықтың тәтті дәмін сезінген адам ертең сол азаттығын ешкімге бермейді дейді. Сол үшін ол жанын да пида етеді дейді. Мен осыны айтқым кітапқанда, сол бір кішкентай қырқылып салып кеткен екен Инстаграмға, жұрт әрбір айтып жатыр енді. Сол сияқты менің түсінігімде сол, мысалы Қабанбайдың кеңдігі, қандай сәтте болсын байбаламға түспей әрбір істі байыппен шешетіндігі, салмақтылығы. Осылай жақсы көремін де мен Алладан дұға тілеймін атамызға, бабаларымызға. Енді қатты ұзақ емес, бізді бөліп тұрған ары кетсе 2 ғасыр шығар. 2 ғасыр. Абылай хан ол кісі өте жауынгер болды. Одан кейін бірден айтпайтын дейді жауабын, ойланып барып, іштен түйіп. Біздің мына жеріміздегі мынау не болған хандардың барлығын айтатын болсақ, Есім хан мысалы үшін қандай мықты кісілер болған. Ол кісінің даналығы, білімі, көрегендігі, осы қаншама жорықтарда жеңіске жетуі. Қасым хан, ол Қасым ханның тұсында қазақ армиясы деген өте мықты болды, үлкен күшке ие болды. Сондай бізде айта беретін болсақ, ондай супермендер көп. Ол саусақпен санап, әшін олардың числосын түзуден бізге, оларға және қоғамға қаншалықты пайда береді. Осы нәрседе біз ойлануымыз керек сияқты. Жаңа Бекболат ағамыз айтқандай, халыққа ұнайтын нәрсені емес, керек нәрсені айтты. Қазір не ұнайды? Жаңағыдай нәрселер ұнайды. Бәндегі нәрсе кім деген, мысалы Батырбай мынандай жекпе-жекте мынандай жеңген екен, сол өйткен екен, бүйткен екен дейсің, онда қуанып қаласың, рахаттанып қаласың. Біз сондай болғанбыз ғой. Нәпсіңе жақсы тиеді. Ол қаншалықты рас, ол қаншалықты кімге пайда береді. Осы нәрсеге сәл үңіліп қоюымыз керек, мысалы үшін. Абайды танығымыз келеді, Абайды ұлықтағымыз келеді, Абайды көкке көтеріп тастаймыз, бірақ шындығында Абайдың айтқан нәрсесін әлі күнге дейін істей қоймаймыз. Айтып кеткен нәрсесін әлі күнге дейін істей қоймаймыз. Істегіміз келмейді. Істей тұра Абайды ұлықтай береміз, бірақ Абай не айтты? Шәкәрім дейміз, Шәкәрім не айтты? Міржақып Дулатов дейміз, ол кісі не айтты? Ол кісі жалпы не үшін кәдімгі іш құса болды? Аққу шортан қамшайымда не айтқысы келді? Мысалы үшін. Құдайбергенұлы. Бәрінің айтпағы осы нәрселер біз түсінетін жасқа келдік. Кеше қол қысқа болды. Жалтақтап отырып, жаңағыдай біреудің үйіне қыдырып келген бала сияқты күнелтіп жүрдік. Кухняға рұқсатсыз кіріп тамақ жей алмай деген сияқты. Енді қазір еліміз аман, жұртымыз тыныш. Құдайға шүкір, осындай мамыражай елде өмір сүріп жатырмыз. Бізде қазір көріп жатқан күнімізге, күйінуге, өксуге, жалығы жасауға ешқандай себеп жоқ. Шынында негізі сол біз құрмақтанып жатамыз ғой. Жастардың арасында да көп тек қана ата бабасымен мақтану, негізі шындығына келген кезде олардың мінезін жұқтырсақ, соның өзі бізге жетіп артылады екен. Азында тұрған кезде ішіп жейтін тамағың болса, бір күндік жататын төсегің болса, бұл сендер шүкір ету керексіңдер дейтін не бар ғой, хадис. Аят. Хадис айтып жатыр. Сендердің жататын жерлерің мен ішетін қара суларың болса, болды, шүкір етіңдер деген. Анау әлгі сіздің кітапхандағы Жаяу Мұса талқылаған шығармаларыңыз бар ғой? Шығарылымдарыңыз. Мен соны көріп, соны оқимын ғой, Жаяу Мұсаны. Соның ішіндегі ана Шоқан Уәлиханов атамыздың ақ қолбақты бүйтіп киіп дейтін Шоқан Уәлиханов атамыздың бейнесі бар ғой. Сол маған қатты әсер етеді да.
кітабында оқып шығамын, кітабында да қайта сол жерлерін оқимын. Неге сол қасиетті алмасқа? Кәдімгі батылдық, сынбайды, кім кеп тұрса да кәдімгі аспай. Біздерді әкім келе жатыр деп тынасың ғой ана жерде кәдімгі. Ана кейде барып қалам жаман жаным ауырады сонда. Ана қасындағы бүйтіп жүретін бір көмекшілер, бірдеңелер қатты жібереді әлі күнге дейін сондай нелерді көремін. Сол кезде мен не то что оларды тіпті келе жатқан ана басшыны да жек көріп кетемін. Неге айтпайды олар, үйте бермеңдерші, кәдімгі сәл қарапайымдылық, салмақтылық сақтап, ешқандай үйтетін ештеңесі жоқ, ешкімнен айырмашылық жоқ. Егер Алла сені сәл жоғары жұмысқа қойса, ананы сондай жұмысқа қойса, ода тұрған ештеңе жоқ. Сол сияқты мысалы біз өзіміздің сол қасиетіміз білсек, жаңағыдай ана алдында генерал тұрса да, Чернаев тұрса да, Полшаны бүкіл қыр жіберді деді ғой кәдімгі. Менің қазақ еліндегі айдауда жүрген, сүргінде жүрген, қайғы қасірет деп жүргендерім түк болмай қалды деді ғой жаяумса. Ана Полшаға барып көшенің жағасында кәдімгі құндақта ол баласымен өліп жатқан ананы көрген кезде менің көрген қайғы қасіреттерім бәрі түк болды деді. Сондай адам келеді да оны оңтүстік жерге қарай біздің кәдімгі бағындыру үшін суық қаруланған қолмен жібереді ғой. Оны шоқан көріп қояды, біліп қояды. Сондай адамның алдында тұрған кезде жаңағыда асықпай қолғабын киіп, енді ол қаншалықты рас өтірік оның әңгіме ода емес, әңгіме сол қасиетті сындыра алсақ, батыл болсақ, қандай жағдайда да біз өзіміздің қазақы мұсылмандық болмысымызбен кәдімгі қасқая қарсы тұра білсек. Соны ойлағанбыз ғой. Тәкаппарлық емес, немен дархандықпен. Ақ қолбақ алып кеп сізге кигізіп сұраймыз ба деп жаңағыдай. Қалай болған? Сен ба? Енді ол жердегі оқиға мен қазіргі оқиға тек қана қолғаппен ғана шешілетін нәрсе емес қой жерде. Шынында негізі мен былай көп айтып жүрем. Енді біздің ата-бабаларымыздың кезінде енді біз бостандықта болған жоқпыз ғой. Бір елдің қол астында болсақ, жақын уақытта ғана 30 жылдан енді ғана асып бара жатыр тәуелсіздік алғанымызға. Көбінде қазіргі жастардың барлығы өзінен үлкендерді кінәлауға ұста. Өздерін үлкендерден бірдеңе күтеді. Солар бізге жасап беру керек еді, солар бізге істеп беру керек еді деп тек қана сеніп қалады қазіргі жастардың көбісі. Мен сол кезде былай өзім топшыладым. Ол кісілердің заманында жаңағыдай тәуелсіздік болған жоқ біріншіден. Ол кісілердің жаңа Міржақып аталарымыз болсын, Ахмет аталарымыз, Мағжан аталарымыздың барлығы біздің елге тәуелсіздік алып беру үшін күресіпті ғой. Мысалы кешегі жаңа айтып жатырмыз супер қаһарман деп Мұхтар атамыздың өзі бізге тәуелсіздік алып беру мақсатында күшін жұмсады. Ал енді олардың миссиясы мен өзім бітті деп ойлаймын. Олардың енді ол ғасырдан ғасырға әрине айтқан сөздері жалғаса береді, бірақ біз қазіргі осында отырған жастар сол батыр ағаларымыздың жаңа сіз айтып жатқандай өне бойындағы рухын, мінезін, ерлігін бойымызға сіңдіріп біз әрекет ету керекпіз деп ойлаймын. Өйткені біз тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатқандықтан. Жаңағы ой ғой, тәуелсіздікте тұрып бірдеңе қазаққа қызмет ете алмасақ, бірдеңе істей алмасақ, онда біздің кәдімгі қарапайым адамнан дымда айырмашылығымыз жоқ деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасың әріптесім. Ол анау қызмет жасау деген нәрсені мен былай ойлаймын. Қазір енді елім заман, жұртымыз тыныш, ол міндетті түрде бір әкімшілікте, болмаса министерствода отырып үйт-бүйт деу емес. Осы егемен елімізге бір көзі ашық, көкірек ояу, әркімнің аузында жүрген оңай сөз. Бірақ соған үңіліп көрдік па, көзі ашық деген кім, көкірек ояу деген кім? Осыған тоқталатын уақыт келді да қазір бізге. Кешегі судыратып айтып жүрген мақалдарға амал жасайтын уақыт қазір бізде. Ол сен сөйтті емес, өзің солай. Егемен еліңе өзің сияқты елін сүйетін, ешқандай себепсіз елін жақсы көретін, туған жерін жақсы көретін, ешкімді жамандамайтын, жаман комментарий жазбайтын, біреудің тағдырын қызғанбайтын, жан дүниесі еркін, мынау тарихына, өзінің келешегіне сондай бір сеніммен батыл қарай білетін, сондай азаматты сыйлай білсек, өзіміз, біреуде вообще шаруаң болмасын, өзімізбен солай сыйлай білсек, сол кезде біздің артымызда қаншама көш келе жатыр. Бала, шағаң, інің, қарындасың, және де өзің солай жүрсең, сенің артыңнан да еретіндер болады.
менің ойымда қызмет жасау деген сол да ойлаймын. Қазір отырып алып үйту керек, бүйту керек, сөйту керек деп қазір бәрі ақылды. Ешкім қорқпайды ол ақылды. Өйткені мен түсінігімде білім деген нәрсе, ақыл деген нәрсе қай кезде ол сенің өміріңнен, өзіңнен көрінеді. Міне сол білім. Біздер қазір бір нәрсені білеміз деп айтамыз да, ол білген нәрсенің қанша пайызы сенің амалдан көрінеді, түріңнен, жүріс-тұрысыңнан, ісіңнен, қимылыңнан, сөзіңнен, өмір сүруіңнен көрінеді. Сол сенің білетін аз ғана білімің. Қалғандары әшейін информация. Саған екі дүниеде де ол зияны келмесе пайдасы тимейді. Жай әшейін газетті жинап алып, дорожный сумкамен кетіп бара жатқан адам сияқтысың сен. Ана газеттің ішінде не жатыр, ондай шаруасы жоқ. Менің түсінігімде осындай, енді білмеймін, халыққа қызмет жасауда өзіміз арқылы, өзіміз дұрыс болатын болсақ, егемен елімізге кәдімгі еңсемізді көтеріп, қуанып, жақсы көріп, сүйіп қарайтын болсақ, анау мынандай, тватвордың мына жерін бүйтіп қойыпты, ана жер қасып кетті, мына жер яма. Не деймін да? Не болды сонда? Мына біздің кеше кеңес үкіметінен тараған мемлекеттерді айтайын, мен басқа жаққа кетпей қойын. 15 республиканың ішінде мен тіпті Россияның да өзін айтқанда, Қазақстаннан мықты, Қазақстаннан бейбіт, Қазақстаннан өркендеулі, Қазақстаннан мамыражай, жайдарлы мемлекет көрмедім мен. Ереке қандай парфюм қолданасың деген сұрақ өте көп келіп жүр. Мен бірнеше түрін қолданамын және әрдайым айтып келе жатырмын. Мен қолымдағы қазіргі таңда хит болып жатқан өзіміздің Таяп Ут парфюмі. Дәл қазір мен иісін көріп отырмын. Мощный, иісі де тамаша. Бұны үстіңізге сепсеңіз, басқа парфюмдар сияқты үстіңізден аз ғана уақыттан кейін ұшып кетпейді. Адам тартады, адам қарататын иіссу. Осы ғой ана Таяп дегені. Айбай! Жігіттер қақтына спирті жоқ деп едіңдер ғой, спирті. 100% бұл спиртсіз. Және де басты ауыртпайды, сертификатталған, жүректі айнытпайды. Натури жоқ қой мынаның достар. Спирті болса біраз алқаштар алып қойын деп тұрған мынаны ше. әлемдегі ең қымбат ут ағашының майынан жасалады. Таяп парфюміне заказ берсеңіздер 50% жеңілдік. Сілтеме арқылы өтіп, қазір тапсырыс беріңіздер, ертең болса қырып кетеді ол. Жақсы, енді әркімнің өзіне жаңағы бағаға батпағы да өзі туған жердегі сияқты. Ол бірақ біздің экономикамыз, жастардың киінісі, жастардың қолына бәрінде айфонның ең соңғысы, ішіп атқан тамағымыз қазір деген Антарктиданың мақұлықтарын жеп жатырмыз қазір. Теңізді қойып. Біздің жағдайымыз, экономикамыз құдайға шүкір жақсы қазір. Шетелден сусындап білім алып жатырмыз. Қалаған профессордың білімін алып жатырмыз қазір. Онлайн болмаса өздері де келіп жатыр қазір. Бізде Қазақстанда барлық нәрсе қолжетімді екен қарап тұрсаң. Осы нәрсені біз білуіміз керек. Айналып келіп, тырнақтың астынан кіріздейтін уақыттан өттік. Қазір құдайға шүкір бәрі күшті, бәрі жақсы. Осы нәрсені сезініп, сол жақсы нәрсе, жақсы уақытта біз жақсы білім алып, ертең егемен елімізге бір өркендеуіне, көзі ашылып өркендеуіне үлес қоссақ, сол менің ойымда, арманымда, білмеймін қаншалықты. Шәкәрім атамыз бір шумақ өлеңмен жеткізіп кетеді ғой. Біреудің мінін тергенше... Сен бәндегі айтып отқан әңгімесі. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз бойыңды тазалап, өз ойыңды мазалап, өзіңмен күрес өлгенше. Осы бір ауыз сөзбен түйіндік біткен. Бұл жаңағы мен айтқан сияқты мақалдарды тек қана жаттап осы судыратып айтып келдік. Енді соған тоқтап тұрып, сәл бұрылып, не айтып едім мен деп қарайтын уақыт келді да енді қазір. Құдайға шүкір. Енді осы Мұхтар Шаханов атамыздың әрбір өлеңінің өзінің ойып тұрып алар орны бар ғой енді. Қаймана қазаққа Мұхтар Шаханов атамыз осы қара өлеңмен пайдасын тигізіп, қызметін жасап кетті. Сіздің өміріңізге бір қатты әсер еткен, сіздің өміріңізді өзгерткен, немесе бір қатты ойландырған сізді бір шығармасын айтып бере аласыз ба, Мұхтар Шаханов атамыздың? Немесе Мұхтар атамыздың бір мінезін алуға болатын. Енді әр шығармасы бір биік. Сіз өзіңіз жалпы көрермендерге, оқырмандарға ұсынатын бір шығармасы болса? Мұхтар Шахановты мен бірінші курста көрдім. Астанада оқып жүрген кезде. Одан кейін көрген жоқпын. Білмеймін. Мен кітабын күнде оқыдым, нақылын деп қойдым. Мен кітабын күніге оқимын, жаттадым.
білмеймін, ол кісі менің қасымда сияқты андай үнемі ше әйтеуір аман ба, құдайға шүкір амандығын біліп мен жүріп қасында жүріп білмеймін әні барамыз міне барамыз тек реті келмеді соның. Қаншама болды кездесіп бір неғылайық қасында жүрген жігіттермен де жақсы дастархандас болып олар кездестіретін болып талай рет оқталып кездесе алмадым. Менің бірақ ол кісімен кездесуім деген бір ол өте бір үлкен биіктік болатын. Мен қатты оны қаладым, бірақ білмеймін кездесе алмадым. Көп вайнерлер кездесіп салып жатты ғой, аға сіз легендасы ғой деп өзіне айтып, мысалы жаным ауырды, мысалы ана бір суреттер шықты, кейін қызыл гүл ұстап, менде ой болды, мен қарсы болған жоқ, менде ой болды, егер аға өзінің әл ауқатты кезінде осы суретке түсуге қаншалықты рұқсат берер еді, бәлкім қарсы болар ма еді деген сияқты ой болды. Мұхтар ағам жақсы көретін, осы Мұхтар ағамды жақсы көруге ұйытқы алған Нұрлыбек деген менің аға досым бар Астанада. Соған жіберсем, ол да тура осыны жазып жіберіпті ғой маған. Ол кісі кәдімгі бақуат шағында қаншалықты рұқсат етер еді осы фотоларға түсуге деп ше. Ал менде жаңағы сенің сұрағыңа менде анандай нәрсе жоқ екен. Мен өзімде мына бір кітап менің өмірімді өзгертіп жіберді, мынау бірдеңе өзгертіп жіберді деген нәрсе. Менің өмірімде ешқандай нәрсе өзгерткен емес. Құдайға шүкір, мен өзімнің ұстанған нем бар, өмірім бар. Сол өмірім, мен басқа оқыған кітаптар сол өміріме пайдасын тигізеді. Пайдалы тұстары әсер етеді. Жанымнан қалмайды. Мысалы мен Мұхтар ағамыздың жігерлендіру деген өлеңін, ол кәдімгі кез келген қазақ жігітінің братаны ғой, ана өлеңші. Кәдімгі сен жыладың жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын бәрін айтып жатыр да, қамтып ше. Кәдімгі бәндегі мен айтқан нәрселер жаңағы ана мына жерде яма, мынаны жасап қоймаймын, ой, светофор бұзылып тұр екен ғой деп, ыстық су қашан ағады деген сияқты. Соның бәрін бірінен қамтып айтып жатыр да, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұрт кеткен жақсылығым, сен жыладың, бір қатты соқ қалдым деп, қадамым сәтсіз болды деп, бір қатты соқ қалдым деп, бақытсыз болып қалдым деп, сен жыладың, мен бірақ селк етпедім, білем сені тағдырдың еркеткенін. Біздерді айтып жатыр ғой. Білем сені өркөңіл жомарт едің, енді бүгін қалайша керік еткенің дейді. Көтергені жажа жарар, өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға, басыңдағы бөрікпе орамал ма дейді. Бөрік болса ауыз тез басқа күйге, көз жасыңды көрсетпе жас сәбиге дейді. Көз жасыңды көрсетпе сұранамын, ей жігіт, сен маған ұнамадың. Жас нәресте көруге тиісті емес, әкесінің еңкілдеп жылағанын, әкесінің тым күйреп құлағанын, ерлікпенен ездіктің жолы қатар, екеуінің арасы бір-ақ адым дейді. Әшейін тақпақ емес бұл мен үшін. Ауыр, мен қиналып кетемін бұл өлеңдерді қортамай кәдім қанша бүйтіп өзімді ұрып тастаймын осы өлеңдермен. Адам болғаннан кейін адам деген күніне 7 рет, 7 рет, 8 рет семейді деген сияқты кейде бір шамалы бір ештеңеге зауқың шақпай тұратын кездер болады. Сол кездерде осы өлеңдерді оқимын мен. Тіліммен или жүрегіммен білмеймін. Ол маңызды емес, бірақ оқимын. Жаңа кім айтты саған жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды, асылды қорлатпайды деп. Тоқырау білмес хайвана адалдық деген дейді. Қараш, адалдық деген әлемнің ұлы байлығы дейді. Бетіне жиған ариятты әйтсе де ол бір кінәмшіл бала сияқты дейді. Жаңа адалдықты кінәмшіл баламен теңестіріп тұр. Тірлікте сол баланы өкпелететіндер бар да, жұбататындар бар, жек көретіндер бар да, ұнататындар бар, арын сатып қорлайтындар бар, жанын салып қорғайтындар бар. Қиналып бекер алаңдадың ау дейді. Ойыңды шығар өріске. Сөйт өзіңнен сұрайды, өзіңе қайтшы дейді, түртіп ше дейді. Ей, өзіңе қайтшы дейді. Ғаламда мынау жеңудің бәрі жеңіс пе дейді. Жігітке арман жеткізбеді, өз сорын өзі жеңбесе. Өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес ендеше. Мен мына өлең жетеді біздің қазақтың азаматтарына жетеді. Біз сияқты жігіттерге артық ақыл, басқа бір мотивациялық кітап атпадайды. Маған осы өлең жетеді, кәдімгі депрессияға түсу деп айтама, жаңағы менің бір сол бір сенімсіз күйлерімді егер депрессия деп атайтын болса, білмеймін. Мен оны түсінбейді екенмін өзім, депрессия деген нәрсені. Алла сақтасын. Жаңағыдай бұдан кейін ол ойып тұрып орны бар деп айтатындай да бүйтіп бір местоположение қажет емес.
Мұхтар ағамыздың өлеңіне сен әлі де кішірейтіп қойып жатрсың. Оны мен ұлықтап жатқан жоқпын. Анау сөз, ол жігерлендіру деген ерлікпенен ездіктің жол қатар, екеуінің арасы бір-ақ адым дейді. Қазір мен тұрамын мына жерде, бірдеңе айтам да, жақсы сөзіммен шапалақ ұрып кетуі мүмкін да, соны дұрыс кеспей, монтажер дұрыс кеспей сәл басқаша жіберсе, ана жақта қарғап-сілеп быт-шытын шығарып жатады, мысалы үшін. Өкінішке орай. Осы нәрседен өтпейінше біз дамыған елу мемлекеттердің қатарына қосыламыз деп айта алмаймын. Мен ойлаймын ше, Норвегияда жаман комментарий жазатын адам аз деп ойлаймын. Финляндияда мысалы, Америкада көп шығар, өткен ояқта қазақтар да көп тұрады. Ана дамыған мемлекет Швейцарияда мен ойлаймын, бір адамның сыртынан біреу жаман сөз айтады деп ойламаймын. Сол үшін дамыған мемлекеттер не үшін дамыған олар? Олар адамдық, этика, эстетика дегенді айтқанда бәле дейміз да, оның не екенін түсінбейміз ғой бәрібір. Тәкаппарлығымызбен нәпсіміз жібермейді. Одан биік тұрамыз біз. Білімнен биік тұрамыз біз әрқашанда. Осы біздің проблемамыз, ең басты проблемамыз. Кез келген білімнен биік тұрамыз біз, нәпсімен, тәкаппарлығымызбен. Бірдеңе десе бүйтіп қараймыз, төбесінен қарауға тырысамыз, ол төмендік. Осы нәрселерді біз жеңіп өтпейінше, жастар осы нәрселерді өзіміздегі осы бір жаман, сасық, сорлы, сұрқия қасиеттерімізден арылмайынша, біздің қоғамдағы ажырасқан жас семьялар, біздің қоғамда жаңағыдай күніге сот, біздің қоғамда жаңағыдай нәрселер, жетіспеушілік, кемшілік, біреуді көре алмаушылық, әркім өзімен жұмыс жасайтын болса, әркім жаңағыдай өлеңдерді өзінің жүрек сүзгісінен өткізіп, осылай екен қойды. Біреуге, мысалы, айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, өздеріңді ақтамаңдар, өздеріңді мақтамаңдар дейді. Осы екі қасіреттің біз құрбанына ұшырап қаламыз көп жағдайда. Біздің ішінде мен де бармын. Мен өзім бөлек жарып бір мынақта тұрып сөйлеп тұрған жоқпын. Соның ішінде мен де бармын. Мысалы, мақтауды білесіздер. Жаңа мақтауға тоқталып айттық. Ақтау деген нәрсе, мысалы, екеуміз қазір ұрсып қалдық осы жерде. Ұрсып қалдық бір белгілі себепке ұрсып қалдық. Мысалы, екеуміз ұрсып қалдық. Сенің шашың маған ұнап тұрған жоқ. Сен шашың ұнап тұрған жоқ, сақалды да бір түрлі өсіріп алғансың. Қалай сен не деп тұрсың деп сен бастайсың. Сөйтіп басталады ұрыс. А бұл ұрыс деген не нәрсе? Бүкіл әлемдегі ұрыс деген нәрсе ол өзін ақтау. Меніңкі дұрыс деген сөз. Өзін идеал қылу. Мен ондай емеспін деп өзін барлық кемшіліктен тазартып, күпірлікке қарай кетіп қалуы мүмкін да. Осы мәселе біздің ең үлкен дертіміз. Өз-өзін ақтап жатыр. Ана жерде бір екі әйел ұрысып жатса, олар өз-өзін ақтап жатыр. Тек қана. Сол біздің осы нәрсені түсінуіміз керек екен. Осындай нәрседен біз өтетін болсақ, сендер Мұхтар ағаның өлеңін айтасыңдар. Ол кісінің өлеңі өмір сүреді. Жетінші түйсіктің ішінде тірліктің түрлі сынынан сүрінбей өтті десек те, жұбайың досың бола ма? Міне бұл басты мәселе дейді, барлық атпадайды. Оның қандай табыс табатыны, оның қайын жұрты қандай, ол кіммен араласады, оның фигурасы қандай, түрі қандай, бүгін қандай тамақ істеді, бәрі атпадайды. Тірліктің түрлі сынынан сүрінбей өтті десе де, жұбайың досың бола ма? Міне бұл басты мәселе. Не бермек тәннің одағы дейді. Жаныңа жаны қосылмау. Бұл нағыз бедеу қасірет. Қосылмау деген ол ашылмау. Сол бедеу қасіретті көріп жүргендер қаншама қоғамда. Гүл болып ашылмағанның сезімін кім бар жақтаған дейді. Рухы қосылмағанның көңілі шаттық таппаған. Рухы қосылмағандар сезімсіз, сәнсіз, жақұтсыз, сондықтан мына жалғанда екеудің бірі бақытсыз. Қайға барсаң ойға бар. Қайда барсаң ойға бар. Екеудің бірі бақытсыз. Сондықтан махаббаттың да сырт санын құрайтындары көп. Инстаграмға суретке түсіп, бір-бірін құттықтап, жай көзге күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көп. Қаншама жасырын жылап жүргендер. Осы нәрселерге біз бой жүгіртіп, қыз азамат болсын, ер азамат болсын, осы өлеңді не үшін айтып жатыр, қалай айтып жатыр, қандай мағынада айтып жатыр. Осыған сәл бой жүгіртіп, өзіміздің сөзімізден өткізіп, өзімізді тәрбиелеп, дұрыстап, жаңағы білгендігін қайда, білмегенді кешіре алмасаң деген сияқты. Сәл солай қарай ғана жүрсек, Мұхтар атамыздың өлеңдері сондай. Жалпы сен жаңа Мұхтар атамыз айтып жатырмыз ғой. Одан алдын жаңа Жаяу Мұсаны айтып жатырмыз, Шоқан Уәлихановты айтып жатырмыз. Енді сіз көп жерде сол
қазақтың қаһармандарын енді өзіңіздің біліміңізге сай дәріптеп айтып жатсыз ғой, насихаттап. Кітапханда болсын, оқырмандардың, көрермендердің қаншасы біздің қазақта осындай тұлғалар бар екен деп сол кітаптарды оқып, енді әрине оны бойына сіңдіріп жатса, ол жеңіс деп ойлаймын сіз үшін. Осы мәселеде енді көрермендерге қызық деп ойлаймын. Көбінде сіз сондай ұлы тұлғалардың бір оқиғаларын айтып жатасыз. Жалпы енді өзіңіздің бір басыңыздан өткен бір еліңізге деген махаббатыңызды қаттырақ бір ашып жіберген бір сондай кішігірім бір оқиға айтып берсеңіз, көрермендерге қызық. Ол жаңа мен айтып жатырмын ғой, біздің көршілес мемлекеттердің арасында да біз жақсымыз, Құдайға шүкір. Осы 3 жыл алдыма мен келіншегімді емдетуге барған кезде Ташкентке. Сол кезде бір магазинге кіріп зат алдым дағыны, ана енді миллиондап сөйлесесің ол жерде. 300 мың, 400 мың, ана әрқайсысы мынандай сумдардың ше құшақтап тұрып бересің ғой дейді. Қазір енді кішірейіп қапты, өткенде барған жақсы болып қапты. Сөйтіп ана бере алмай жатырмын, ана есептей алмай жатырмын ғой, ана нөлдер көп, ана жерде ше ондай нөлді көрмегенбіз біз Қазақстанда. Нөлдер көп, сосын бүйтіп не қылып жатырмын, ана сатушы келіншек маған күліп қарап тұр да. Сосын барып мен айттым ол кісіге, осыдан сол кезде ана қазір 4 жасар қызым 3 айлық еді. 4 жыл бола ма сонда? 3,5 дей бересіз, 3,5 жыл бұрын. Сол кезде мен айттым, бізде дедім, енді өзбекше араластырып ұрып жатырмын, бізде қағаз ақша ұстамағаныма біраз уақыт болды дедім мен. Именно мен өзім состояниемді айтып жатырмын ол кезде. Былай мақтанғаным емес, менің сол кезде қағаз ақша ұстамағаныма біраз уақыт болды. Қазір де жоқ менде қағаз ақша. Біраз болды да, ана қағаз ақша ұстамаған. 2000 теңгеліктерді көргенде қуанып қалып жатырмыз ғой, қағаздарын көргенде ше, жасылдарын. Сөйтсем ана келіншек кәдімгідей таң қалып жатыр. Біз барлығына телефонмен электронный төлейміз деп мен көрсетіп жатырмын да. Бізде мен қағаз енді алақан болып жатыр десек, вообще талып қалатын жер ол. Мен сол кезде шыққаннан кейін ойландым да, алға өтіп кетпіз ғой экономикалық жақтан деп. Еліңді қалай жақсы көрмейсің одан кейін сен? Еліңді қалай сүймейсің? Сондай жұмыстар атқарылып, сондай дәрежеге жетіп жатқан кезде, Құдайға шүкір, ондай елде жақсы көрмеу мүмкін емес. Ол күнә. Жаңа анау айтады ғой, қай кезде де шындық жолы, бірлік жолы бұрыстау дейді. Бұл да Мұхтар Шағановаға бөле. Мен любой жерде Мұхтар Шағанова, қай жерде де бірлік жолы бұрыстау. Түсінбестік кінә емес десек те, қылмыспен тең түсінуге тырыспау дейді. Сол сияқты қылмыспен тең біз осында елімізде өзімізді бақытты сезіне алмайтын болсақ, ол қылмыспен тең. Соның үшін көзді ашу керек, сананы ашу керек, жүректі ашу керек. Менің өзім ойым сол. Енді Мұхтар Шаханов атамыз шындық үшін шырылдап, ақиқаттан айнымай. Бірде де жатталған жоқ. жүргізушілік шындық үшін шырылдап деп. Жалпы шындық үшін күресіп кеткен, шындық үшін ешнәрседен қорықпаған, қасқайып тұрып берген атамыз ғой. Ұйқастырып алдым да просто. Дұрыс. Сол атамыздың шындығы жайлы айтып берсеңіз. Сіздің керемет оқиғаларыңыз бар еді оны? Атаның шындығы ютубта толып жатқан жоқ қой, мен не деп айтамын? Кеше ғана Кремльде сөйлеген видеосының өзі жетіп жатқан жоқ қой, одан басқа қандай шындық керек саған? Басқаларын айтпағанда. Басқаларын, мен айтып жатқан өлеңдерді айтпағанда. Бір андай ешкім естімеген ондай жоқ па? Ешкім естімеген. Андай бір қазаққа тың не керек болып тұр ма? Өсек керек болып тұр ма? Көп оқисыздар ғой. Мына апсай слайықта подкасттан. Жақсы, жоқ, ондай нәрсе жоқ екен мен. Сен айтып отырмын ғой, сен Мұхтар ағаны қалай танисың, қалай? Мен физикалық. Солай менде. Мен ол кісіні бір-ақ рет көрдім. Оның кейінде жолығып, мен сол ағаны үйінде тұрып, жаңағыдай водителі болып жүрген жігітпен көп сөйлестім. Осы неде Малай фильміне түсіп жүрген кезде ол да келді да. Сол кезде екеуміз отырып сөйлестік. Сол кезде мен сұраймын, жаңағы сен сұраған сияқты мен содан сұраймын, Мұхтар аға қандай? Оны үйінде тұрдым дейді. Үйінде тұрып жүрдім, массаж жасайын дейді, басын қолайын дейді ол кісі. Әзілге де жақсы дейді. Күшті дейді, анда әзілдер айтады.
жақсы көрем деді. Мен кездестіршін болды деп сонымен кездесетін болып тарап кездеспей қалдық қой енді білмеймін. Сол кезде ол жігіт анандай өлеңдерін айтады да, Мұхтар ағаның ана өлеңдерін айтады. Басынан бақай шағына дейін орыстанған деген сияқты андай сондай тебіренетін ше, андай топлый жалағыш деген сияқты сондай өлеңдерін айтады анау ше, отырып алып. Жаңадай жүрегімде көктемім бар, жүрегімде қарым бар, сендер мені өзіме тән мінезіммен таныңдар деп, кәдімгі сондай мақаммен айтады. Екеуміз қонақ үйде соның нөмірінде сөйлесіп отырмыз. Сосын ол айтты осындай мақамда, осындай кәдімгі боевой өлеңдерін айтты да Мұхтар ағаның. Сосын барып мен айттым оған. Мен оқып бердім Мұхтар ағаның өлеңдерін. Сөйтіп анау жылап жіберді кәдімгідей. Көзінен жас толып қалды, қатты жақсы көреді ол да. Мен ол оқып жатқан кезде мен тебіреніп кеттім. Екеуміз-ақ қонақ үйде тек Мұхтар аға туралы әңгіме жатыр. Сол кезде мен оқыдым. Мен өзім білетін өлеңдерді оқыдым. Менікі бөлек классический оқимын жаңағы. Нар көңілдің жастығыма деп қойып, әлде оянған арманымда. О керемет 100 жасаған Жамбылақтың кеше Грузияға барғанда деп жаңағыдай. Сөйтіп ол тыңдап болды да мен бір-екеуін оқып болғаным үндемей жаттыған, диванда жатыр ол ше, жастықта жатыр, көзіне жасты алып қалған. Сөйтті да Мұхтар ағаның өлеңдерін өстіп те оқуға болады екен ғой, деді ғой. Осылай да оқуға болады екен ғой. Ол кісінің өлеңдерін қай махаббатпен келсең де, оның өзінің оқығанында күшті әдемі шығып жатыр жаңағыдай. Ұстап тұрып айтады да жағаңнан ше, деп тұрып кәдімгідей көктем бар, құшағымда қарым бар деп жаңағыдай, басынан бақай шағына дейін орыстанған деп тұр. Мен мынандай махаббатпен келдім да оған. Өмірінде бірінші рет ол сол нұсқада тыңдапты Мұхтар ағаның өлеңдерін ше. Сол сияқты білмеймін. Мен жақында әлі жаттап үлгерген жоқпын, бірақ сіз білесіз бе, алдын мен сізге айттым ғой. Бауыржан Момышұлының кешірім сұрауы немесе жеңіліп тұрып жеңілмеу деген өлеңін оқығансыз ба? Кімнің? Жеңіліп тұрып жеңілмеу немесе Бауыржан Момышұлының кешірім сұрауы. Мен Мұхтар ағамыздың барлық өлеңін оқыған. Менде бүйтіп сұрасаң болады сен деген өлең жаттағасы ба деп. Жоқ. Көрермендер біле кетсін. Көрген жоқпын. Жақында ғана мен сол өлеңді көріп өте таң қалдым. Үлгергенің шайтсың ба? Бір жерін үлгердім. Жалпы ол жердегі оқиғасы мен Мұхтар атамыздың жаңағыдай батырлығына шыны керек таң қалдым. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, біреудің біз мінін көреміз, немесе жаңа ақталу деп жатсыз. Шыны керек бір өзіміздің қателігімізді мойындай салу қазір жоқ болып бара жатыр да. Сол нәрсені дамыту керек сияқтымыз. Мұхтар атамызға бір күні Бауыржан Момышұлы атамыз хабарласады. Сол уақытта тек қана орысша сөйлейді. Сол кезде мына сөз маған қатты ұнады. Сәні кеткен туған тілде таусылғандай ой кені. Осымен кеңістігімді жарып жіберді ғой. Сәні кеткен туған тілде таусылғандай ой кені деп біраз уақыт телефонда ол тек орысша сөйледі дейді. Момышұлы атамыз туралы айтып тұр да. Сонымен Момышұлы атамызға қатты ашуланып, сіздің сөзіңіз бен ісіңіздің арасы 2,5 шақырым екен ғой деп Мұхтар атамыз Момышұлы батырға айтады ғой. Сол тұтқан қоя салады. Содан кейін Момышұлы атамыз қайтадан хабарласып, мен осындай абырой даңқымды енді оны бүкіл әлем сыйлап жатыр ғой. Оның өзі Мұхтар Шахановпен сөйлескен кезінде Мұхтар атамыз жас ақын екен. Сондай сөздер айтып тұрған. Сол кезде Момышұлы атамыз одан мен өзімнің абыройымның құнын 5 тиын қылып кешірім сұраймын деп Мұхтар атамыздан кешірім сұраған екен сол кезде. Енді дәл осы уақыттан бастап мен әр қазақпен қазақша сөйлесуге серт берем деген екен. Мен осы қатты тебірентті, осы өлеңі қателігімізді мойындау, шыншылдық, шындық, батырлық Мұхтар атамыздың бойынан барлық қасиет бірдей табылған екен. Енді мен қазір сол Мұхтар атамыздың барынша, енді қасымыздағы адамдар біледі ғой, әрбір қазақ баласы шыны керек сол кісінің мінезін сіңірсе деген нәрсе қалыптасып қалды менде. Бүгінде сол кісіге арнауымыздың да бір сыры осы да. Сіздер оқып көріңіздер, жеңіліп тұрып жеңілмеу немесе Бауыржан Момышұлының кешірім сұрауы деген өлең. Жаңағы мен көбінесе классика оқимын деп жатсыз ғой. Азамат Ысқақов
да өзінің бір сұхбатында ма айтады, жалпы адам баласы 70% әдебиет классика оқу керек, 30% қалған жанрларды оқи беру керек дейді. Жалпы көбірек пайдасы тиеді дейді, 70% классика ше. Менде енді Америка, Европада да көбінесе алып қарайтын болсақ, ол жақта да жаңағыдай ақпараттардан шаршаған да уже. Былай істе деп айтқан кітаптардан шаршаған. Ол кісілер де тек классика оқиды. Сәл Европа, Америкада. Сізде өзіңіз жалпы қай жанрды көбірек оқуды ұсынасыз жастарға? Немесе қай жанрды өзіңіз көп оқисыз? Мен бұндай методикалық көзқарас жоқ менде. Мынанша пайыз бүйту керек, ананша пайыз үйту керек деп айтып жүргендерге мен өз өмір сүру кеңістігінде қарсымын мен оған. Маған еркіндік пен махаббат қай жерден нені ілем, мен өзімнің жүрегімнің қалауы біледі. Өледі қыран қияға самғап баратып, өз жүрегінің бейбақ сағынышына қарыздарды. Мен қай кезде жүрегімнің қалауы қай нәрсемен қауышады, мен сол нәрсені жасап жүре берем. Андай сол үшін жүрек әміріне құлақ сал деп айтады ғой. Меніңше бүйт дей беретін жаңағыдай нелер шетелдің де бір коуч дегендер қаптап кетті ғой, шатастырады деп ойлаймын жастардың көбісін. Өйткені тағдыр деген нәрсе бар. Оның ішінде өзгерту мүмкін емес те жағдайлар бар. Ол барлығы миллионер болып барып кітап жазады ғой, миллионер кәдімгі түгі жоқ кезде ешкім кітап жазған жоқ мысалы үшін. Миллионер болып барып кітап жазады да, сосын барып барлығына үйту керек, бүйту керек деп. Сол өзі жазған нәрселердің бәрінен идеальный өткен адам сияқты айтады да, Алла ғой негізі беріп атқан, өзің түсінбеген дәрежеде әкеп берген кезде Аллах Тағала ризық несібен сен өзің де түсінбей қалады екенсің дейді. Сол үшін де бұл мен ондай нәрсе жоқ екен менде. Ал жаңа кітап, мен кітаптың ішінде рахаттанып өмір сүргім келеді. Кәдімгі қай жердің кітабын оқысам да. Ал маған жаңағы методикалық білім, жағдай, мотивация беру тұрғысынан маған Құран мен хадис жеткілікті. Оны жасамай да жүрміз ғой негізінде. Жеткілікті. Басқа бір адамның несін мен онша ала қоймаймын. Егер ондай нәрсе, Мұхтар Шахан ағамыздың өлеңдері де жетіп артылады менде. Мен жастарға жаңағыдай көп әңгіме негіз бұл жерде мен қазір көп нәрсе айтқым келеді, бірақ тез қайыра берейін деп жатырмын. Жастарға мынандай кітаптар оқыңдар деп кеңес беруге, бірінші кезекте біздер өлең кітапты оқысақ, өлең кітаптар бәрібір бізге санамызға әсер етпей қоймайды, тілімізге. Өткен ол жай шығармадан гөрі өлеңнің жаңағы айтылу несі мүлдем бөлекті, оның әсер етуі де жылдамырақ болады жүрекке де, тілге де. Сол үшін бізде Мұхтар Шаханов атамыздың өлеңдері, Мұқағали Мақатаев, мен өзімнің оқитын осы ақындарым Қадыр Мырзалиев, Болтбек Естеулет. Мен риза болып кәдімгідей, риза боламын отырып өлеңдерін оқып отырған кездерде мен қайран қалам кәдімгідей. Жаңағы Төлеген Айберген, жаңағы туралықтар жеңсін десең әлемде, қисықтығын біреудің түзу тұрып дәлелде дейді. Мысалы, Төлеген Айберген атам. Жаңа менің айтып отқан сөздерім барлығын солай айтып отыр. 29 жыл өмір сүрген, 29 жасында өмірден өткен. Төлеген Айберген Мұхтар Шаханов ағамыздың ағасы, қатты жақсы көрген. Мұхтар Шаханов Төлеген Айбергенді өте қатты жақсы көрген. 10 том өлең жазғандарды кетті ұмытып кең дала айналдырған 10 шақты жырмен 10 миллион қазақты таң қалдырған Махамбетпен сен ғана деп. Айберген, Төлеген Айбергеновке жазып кеткен өлеңі. Төлеген Айбергеновтың Мұхтар Шахановқа жазатын өлеңі бар. Сағындым жаным мен сені, көркіңді жүрген қуаныш қылып. Скорее болса өлетін жағында жазған осы өлеңді. Көркіңді жүрген қуаныш қылып, менде ме екен бар адам. Шынының болсаң дес берме жаным, өсекпен ғайбатқа бораған. Қажет жерінде қатыгездікпен қаталық керек десек те, адамның заңғар сұлулығын сен сағынышмен есепте дейді. Ана өлеңді оқыған кезде мен ауылға сағынбай бармауға мен үлкен қылмыс деп сенім өзімді. Сезінем солай.
Сағынбай барсаң, тауларда сенің алдыңнан шықпас асқақтап дейді. Қараш, не деген сөздер? Тау туралы айтып жатыр ма сол? Біздер ренжіп қалуымыз мүмкін, барып адамдардан басқаша әсер, басқаша саған деген құштарлық көре алмай қалсақ, соларды кінәлап қалуымыз мүмкін бе? Мына жақта не айтып жатыр? Сағынбай барсаң, тауларда сенің алдыңнан шықпас асқақтап, қалуың мүмкін, әлемді мынау кеткен екен деп тасқаттап дейді. Онсыз сен тіпті қыранда болсаң қосыла алмайсың қатарға, әуелі әбден сағынып алмай шығушы болма сапарға дейді. Міне бұдан кейін мен басқаларға қандай кітап оқыңдар деп айтуым мүмкін. Осындай жан дүние, махаббат, мейірім деген нәрсені ояту керек. Мына көкіректе мейірім деген нәрсе керек. Қандай жағдайда да мейірімі бар, махаббаты бар жүрек, ол ешқашан алдамайды сені. Ол достыққа да адал болады, ол ертең елін де сүйеді, ол жерін де сүйеді, ол адал жарын да сүйеді. Ал мейірім мен махаббат, ол кәдімгі Раббысын толық таныған кезде өркендейтін ұлы сезімдер. Осы нәрсені түсінген жүрек ешқашанда қиянат жасамайды өзінің иесіне. Менің түсінігім сол. Ешқашанда өзгертпейді. Бір әкенің беретін тәрбиесін елеметтеп бере алмайды дейді. Сол әкеге жағаласпаңдар сендер тәрбие беруіне. Үйт, бүйт, сөйт деп береді ол әке, өзінің шеңберінде тәрбиелейді баласын. Ақыл есі түзу қазақ азаматтар болатын болса, есі, ақылы түзу, денсаулығы сау еркек болса, кәдімгі әке көрген, тәрбие көрген еркек болатын болса, ол өзінің баласына тәрбие береді. Ей, балам, үйтпе деп айтады, болмады дегенде ше. Үйтпе, бүйт деп. Соларға кедергі жасамау керек шығар деп ойлаймын. Өйткені, онда қоғам болғаннан кейін екі-үшті нәрселер табылады ғой, әртүрлі адам бар, әртүрлі қадам бар, әртүрлі білім бар, әртүрлі ілім бар. Осы проблема ілімде. Білмеймін, бұл жерде де. Мен өзім түсінген нәрсемді ешқашанда біреуге насихаттамаймын. Өйткені ол әділетсіздік. Мен ондай болғым келмейді. Бір нәрсеге жетесінде соған мен былай жеттім бұл жерге деп тұрып жазып шыға жіберсем, ол әділетсіздік. Мен білмеймін. Мен мылқау да бола салуым мүмкін еді. Мен кереңмін мысал үшін. Қазір құлағымнан аппарат тапса, мен ештеңе естімеймін. Бұл мен қолымдағы дүние емес. Әркімге Аллах Тағала өзінің өмір өлшемін береді. Мен бір нәрсені түсінем, мейірім, махаббат деген нәрсені оқыған кітаптарыңыз болсын, көрген өмірден өнегелеріңіз болсын, сізге жақсы әсер қалдыратын болса, осы бізге керегі. Мейірім, махаббат, достық. Сол, ананы оқу керек, мынаны оқу керек десең, шатастырып жүресің. Дұрыс кітаптарды оқу керек, жаңадай нелер бастау керек, өлеңдерден әсер ету керек, ана текстер. Не айтып отыр деп. Менің ойым солай. Одан да көп нәрсе айтарым, бірақ сәл уақыт маған да не болып тұр. Керемет. Көп рахмет. Негізі біз Мұхтар атамызды еске алған кезде жаңа қаншама кеңістігіміз ашылды ғой, қаншама оқиғалар, қаншама нәрселер, шындық жайлы, барлық нәрсені айтып жатырмыз, намыс жайлы, мінез жайлы айтып жатырмыз. Енді Мұхтар атамыз бізге тіпті қазақ даласына, қазақ ұлдарына, қазақ перзенттеріне сүюді де үйретіп кетті деп ойлаймын. Қандай сондай бір керемет өлеңдерімен. Сізге енді қолға салсақ, көрермендер де күтіп отыр. Мұхтар атамыздың махаббат жайлы бір өлеңінен өзіңіз оқып берсеңіз. Енді ол кісінің махаббат жайлы жаңа жетінші тесік дегенді айтамыз ғой, ол барлық жерде айтып жүрмін ғой енді онша. Қай жерден шықсақ та сол өлеңді айтып тұрасың, қай жерден шықсақ та сол өлеңді айтып тұрасың. Кім болса, Нүсіпжан ағамыз теріскейді айтып шығады деді, барлық жерде. Сол сияқты тек қана осы жетінші тесікті. Білмеймін енді ол жігерлендіреді, жаңағы да айтып бердім мысалы. Біраз өлең оқыдыңыз. Толық айтпай ақ қоя салайын енді басына, мен жаңағы оның 4-5 куплетін айтып тастадым ғой жерде. Жаңағы сырт көзді күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көпті. Тағдырдан қашу мүмкін бе? Жүрсеңде қандай жолменен бір мәнді сұрақ алдыңда тұрады ылғи көлденең. Жұбайың досың болды ма, шарлатқан сезім шырайын, нақ сондай ұлы бақытты берді ме саған Құдайың. Бермесе ісің секілді дауылда мұзға жаққан өт. Рухани терең түйсіну жоқ кезде махаббат та жоқ дейді.
оғама сегон шаттық мұңды 7-ші түйсік арқылы деген қатарларын монтаждан қосып қоясыңдар. тиктокқа шығып кеткен ғой негізі. Иә, бұл көп жерде айтамын, жалпы мен андай ғой. Мен жақсы көрем да, осы өлеңді жақсы көрем, жігерлендіруді жақсы көрем, жалын деген өлеңді жақсы көрем, жаңа ана өтудесін замандарым деген. Несі бар жаңа анау көп бұл үшін. Ғұмырымыз сан үміттен тұрады деген бар. Білмеймін. Көп рахмет келгеніңізге. Енді алғашқы қонақ көп алдында біздің концертті бір қолға салғанда осындай ашайын деп жатыр едім деп Мұхтар Мойыз асығыз кезде сұрап, мен сол жерде жаңағыдай уәде беріп қойғам ғой. Сонымен Құдайға шүкір бұйырып тұр екен, енді отырып осындай. Дұрыс әңгіме айтатын ортаның көбейген жақсы. Енді сол дұрыс әңгімемен амал жасайтын қоғам болып жатса, сондай жастар көз ашылып жатса, сол жақсы. Жақсы сөз болып жатқан жерде шоғырланатын болсақ, сол жақсы, иншалла. Енді мен не айтамын, мен шынды айтсам, ешкімге ақыл айтқым келмейді, ақыл айтпаймын. Мен тек қана өзімнің түсінгендерімді айтамын да, мынау кейде өзім сол түсінген нәрсемді қоғамнан көрмей тұрған кезде бір сәл арқа қосып кететіні бар, сөйлеген кездерде шамалы білмеймін қаншалықты ешкімді жек көрмесе, бізді ана жігіттер, біз қазақ жігіттері ғой, қазір мына кез келген жағдайда ерлік жасаймын деген ер азаматқа майдан табылады. Сол үшін де біздің қазіргі майданымыз ол өзіміз, өзіміздің жүрегіміз, нәпсіміз. Сол нәрсені кеңейтсек, біреуді ең қашын көзге көрінетін нәрсе, біреудің тағдырына қызығу, біреудің тағдырын қызғану, осы нәрседен арылып, сүю, жақсы көру деген нәрсеге қарай қадам жасасақ, барлығымыз бір-бірімізді түсінсек, елімізді жақсы көрсек, жай әшейін бір көктуды ұстап алып суретке түсіп, бір жерде сөйтіп көрініп қалу үшін ғана, көрініп қалудың ғана аясындағы неден өтсек жақсырақ болар еді. Істің іске қарай. Мұхтар Шаған ағамыздың өлеңдерін оқыңыздар. Бүгін шынымен сол кісіге арнаған екенсіңдер. Өлеңдерін, кітаптарын жақсы көреді екенсіңдер. Айтып отқан сөздеріңе қарағанында. Өте. Енді сол кісінің өлеңдеріне сай біз өмір сүре алсақ, иншалла шынымен ақ зор жігіт қалыптасады. Жігерлендіру деген бұл мектеп бағдарламасына енсе ғой, 11-ші сыныпқа енсе, әлі өзінің кім екенін білмейтін кезде кетіп қалады біздің көп тақпақтаршы. Мысалы, әсемпаз болма әрнеге деген өлең әлі мені қайран қалдырады Абай атамыздың. Әсемпаз болма әрнеге дәл қазіргі таңға айтып жатыр. Инстаграмнан мынаны көресің, тиктоктан ананы көресің, ютубтан мынаны көресің. Бите берме деп жатыр ешқайсысына. Әсемпаз бола берме, әрқайсысына. Өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тапта барқалан дейді. Сен де бір кірпіш дүниеге деп тұр. Жаңа ғана сен біреу өміріңді өзгертіп жіберіп, біреудің көзқарасымен өмір сүру. Жоқ, сен бөлек кірпішсің сен. Басқа біреудің несімен кет қалмайсың сен, тақтайдың арасында кет қалмайсың. Кірпішсің кәдімгі. Осы нәрсемен қайран қалдырады Абай атамыздың өлеңдері. Ғылым таппай мақтанба, мысалы. Қолымды мезгілінен кеш сермедім деген жері жаман қалады меніңше. Әкемнен үйтіп таяқ жемеген шығармын. Қайырлы сәт кеңістік подкастының көрермендері, дәл қазіргі шығарылымдағы техникалар, студия, жалпы өткен шығарылымның барлығын қамтамасыз етіп берген Таяп Ут парфюмына, ұжымына ұшан теңіз алғысымды айтамын. Қазақстандық кәсіпкерлерді баршамыз бірге қолдайық. Дәл қазір төмендегі сілтеме арқылы кеңістік промокодымен өтсеңіздер, Таяп Ут парфюмына 50% жеңілдікпен тапсырыс бере аласыздар. Және де Таяп Ут парфюмының екеуін тапсырыс берсеңіздер, үшіншісін тегін сыйлыққа қосып беретін болады. Баршаңызды күтетін боламыз. Біздің келесі шығарылымдардың жалғасын көргілеріңіз келсе, біздің өнімдерді де қолдап қойыңыздар. Төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Келгеніңізге тағы да көп-көп рахмет. Ұшан теңіз алғысымызды айтамыз. Бағдарламамыз бұйырса ғұмырлы болсын деп
дуа етіп жүрміз әйтеуір. Бір қазақтың бір ғана жасына болсын, бір пайдасын тигізсін, кеңістігін ашсын деп. Мысалға біз өзгелердің кеңістігін ашамыз деп жүріп, бүгін өзіміздің де кеңістігімізді ашып алдық сіз арқылы. Көп рахмет. Қош сау болыңыздар, құрметті көрермендер. Біздің осы шығарылымды қолдап, лайк басып, керемет пікір жазып кетіңіздер және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдарды күтіңіздер.